бүгін Қарағанды қаласындағы Қазақ National Product деп аталатын сарыарқаның дәмі деп аталатын құрт өнімдерін жасайтын Жазира ханымға келіп қалдық. Жазира ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет, Енді қош бүгін келдіңіз. сіздің өнімдеріңіз туралы сөйлесетін боламыз. Неге қазақ өнімдерінен құртты таңдадыңыз? Қалай басталды, сол туралы айта кетсеңіз. Жалпы бұл идеяға біз 3 жыл бұрын келген болатынбыз. Ұлттық тағам жалпы енді өзімнің жаныма жақын. Бала кезден енді нағашыларымның ауылында құрт жеп өскен қызбын. Сол себептен де шығар. Бұл идеяны енді мен бастап, жолдасым қолдап, отбасылық кәсіп ретінде бастап кеттік. Басында перекупщик болдық, яғни сатып алумен айналыстық. Соның арқасында құртқа деген сұраныстың жақсы екенін сездік. Маркетингіміз жақсы болды, адамдарға құртымыздың жинауымыз, ассортиіміз, қорабымыз, брендіміз ұнады. 2 жыл бойына солай алып сатар ретінде жұмыс жасап, содан соң неге осы өзіміздің құртымызды өзіміз өндірмеске деген ой туындады. Себебі ол кезде Шымкенттен келіп жатырған құрттың өзі Өзбекстаннан немесе Қырғызстаннан келетін еді. Тіпті өзіміз Қырғызстаннан алған болатынбыз бұл құртты. Қазіргі уақытта енді осы көріп тұрғандарыңыздай өндіруші ретінде Қарағандыда жасалған деген брендпен жұмыс жасап отырмыз. Сіздердің жұмыс жасап жатқандарыңызға 1 жылдан астам уақыт болды, Производитель ретінде, өндіруші ретінде 1 жыл уақыт. Енді сіздердің ассортименттеріңіз туралы айта кетсек, құрттарыңыз қандай түрлері бар? Құрттың енді бөлінуі бойынша классикалық құрт, яғни өзіміздің тұзды құрттарымыз, одан бөлек копченый құрт, ысталған құрты, құрт с базиликом деп айтамыз, райхан қосылған құрт, құрт сарымсақпен, чесночный құрт, және де құрт чилимен. Яғни түрі де, дәмі де әртүрлі, түсі де әртүрлі құрттардың түрін шығарып жатырмыз. Себебі енді қазір нарық жалпы құртқа толы, бірақ та енді бастысы бұл жерде сапа, және де ерекшелігіміздің бірі дәмді құрттар, түрлі дәмді құрттар жасап отырмыз. Өте жақсы. Және де сіздер бұны вакуум өткізіп, стерилдеп, барлық жаңағы талапқа сай қылып жасаған екенсіздер. Және де ең бір айта кететініміз, бұл жердегі логотип дейді ғой, атауы өте ерекше екен. Бұны идея қайдан? Қазақ National Product деп, енді басында қазақ ұлттық тағамдары деп аталған болатынбыз. Бірақ та енді шыны керек көптің оқуына түсінбей жатады. Енді қалай орыс тілді аудиторияларымыз бар, оқи алмай жатады. Сол себептен қазақ National Product деген енді қазіргі уақытта көпке түсінікті тіл, және де шетел тілінде шығарғанымыз болашақта экспортқа шығарсақ, осындай атаумен жақсы болар еді деген ниетпен шығарғанымыз. Тамаша. Және де айта кететініміз, бұл жерде әр құрттың өзінің аты бар, және де өзінің жаңағы тақырыбына сай қазақтың ұлттық жаңағы нелер бейнеленген, ұлттық ойындар, ұлттық аспаптар, ұлттық жаңағы ой өрнектер белгіленген. Бұл өте жаңағы қазақи стиль. Біздің құрттарымызды сонау шетелге шыққан кезде де, мынау қазақтың құрты деп айтатындай өте керемет екен. Қазақстан деп жазылып тұр, Қазақстанның туы бейнеленген, керемет. Форматты әдейі сондай мақсатпен жасадық қой. Енді қазақтың тағамы болғандықтан ұлттық соның бір белгісі болсын деген ой болды. Тамаша. Енді сіздер енді Қарағанды облысына және республикаға уже танылып та үлгерген боласыздар. Енді жалпы қазіргі уақытта Қарағанды қаласында бізде қолдауымыз өте жақсы. Бұл құрттың жалпы енді производствоға шығуымызға бірден бір себепкер болған бұл қала әкімінің грантын ұтуымның арқасында, және де осы күні кеше облыс әкімінің грантын ұтқан болатынмын. Осындай қолдаумен қазір қалай сенімді түрде жұмыс жасап жатырмыз. Қазір енді Қарағандыдан бөлек Астана қаласына сатылымға біздің құрттар шықты. Сұраныс бар, яғни. Сұраныс бар. Енді сіздердің жаңағы өнімділік қуаттылығы қанша? Енді құрт бәріміз білеміз ғой, пайдалы. Бұл жерде енді кальций, минералды заттар бар құрамында. Тіпті енді алдымызда ораза, жаңа айтып жатырмын, ораза кезінде де құрттың құндылығының арқасында пайдалы екен адамның ағзасына. Жалпы енді бұны кішкентай бала кезден, қалай кішкентай баладан үлкенге дейін пайдалы тағам. Себебі құрамы табиғи сүт өнімі. Тамаша. Сізге және сіздің
осы цехыңызға, командаңызға сәттілік тілейміз. Өркендеп, өсіп, жаңағыдай республикаға танымал болып, және де бүкіл халықаралық деңгейдегі экспортқа шығатындай үлкен кәсіпорынға айналуға тілектеспіз. Үлкен рахмет, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Жақсы. Жаңа айтқанымдай, қала облыс әкімінің грантының арқасында мен осындай станок алдым, құрт жасайтын аппарат. Бұл жерде домалақ құрттарды қолдың күшінсіз ақ автоматтандырылған түрде жасалынып жатыр. Яғни бұл жерде уже производительная мощность бізде өсті, және де формалары бір қалыпты. Бұл бізде производственная зона, мына жерде бізде сушильная камера. Дайын болған, станоктан шыққан құрттарымызды осындай сушильная камераға кептіреміз. Қажетті температурада, қажетті уақытында осы жерден кеуіп шығады. Сушилкадан шыққан кепкен құрттарымыз осы жерде өзіне қажетті температурада одан ары қаратай кебетін болады. Бұл жерде қазір сықпа құрттары кеуіп жатыр. Бұл жерде бізде фасовочная зона, яғни ана жақта производство, одан кейін сушка, сушкадан кейінгі процесс бізде фасовочная зона. Мына жерде құрттарымыз көріп тұрғандарыңыздай вакуум пачкада вакуумға жинаймыз да, одан кейін осылай вакууматор арқылы вакуумировать етеміз. Вакууматор тоже қала әкімдігіне рахмет. Мына жерде фасовка, қыздар жұмыс жасап жатыр. Қазір енді бізде основной направлениеміз, основной сатылым Астана қаласына кетіп жатыр. Барлығы осы жерде, осы цехтан Астанаға, Қарағанды қаласына жіберіліп жатыр.